Сәлем менің YouTube көрермендерім, қалайсыздар? Қал жеріңіз қалай? Қыздар, егерде аяқтарыңыз отек болып, яғни қандай да бір ауырып жүрсе, яғни осында отырған апаларымыз, ағаларымыз сіздерге айтар едім, үлкен кісілерге де аяқтарыңыз қатты ауырып, сырқырап, сөйтіп жүрген болса, ісіп кетіп жүрген болса, міндетті түрде осыны жасап көріңіздер. Және де грибоктан арыласыздар. Аяқтарыңызды иісі болып, гриб болады ғой, сондай аурулар, соның барлығынан арыласыздар. Ендеше осыны жасап көріңіздер менімен бірге. Осы видеоның соңына дейін көріңіздер, және подписка жасамаған болсаңыздар, подписка жасап қойыңыздар. Және де лайк басып қойыңыздар. Ендеше 2 литр суға, қыздар, жылы су, 2 литр жылы суға біздер бір үлкен қасықпен, столовый ложка дейді ғой, сонымен бір қасық тұз саламыз. Және бір үлкен қасықпен, столовый ложкамен сода саламыз. Және йод, қыздар, 10 капельден құясыздар. Менде как раз осында 10 капель болу керек, мен соны барлығын құйып жіберемін. 10 капельден, менде өзінде ішінде кішкене қалған екен. Так, енді бізге ең маңыздысы керегі, бұл бізде кір сабын, хозяйственный мыло дейді ғой, содан 2 қасық, столовый ложкамен 2 қасық салыңыздар. Примерно міне осылай мен салам, міне қараңыздар. 2 столовый ложка. Жақсылап араластырыңыздар. Жақсылап араласу керек. Міндетті түрде қыздар жасап көріңіздер. Бұның результаты от енді, керемет. Үлкен кісілер осыны жасап, аяқтарыңыздан, ауруларыңыздан арыласыздар. Ал енді қараңыздар, міне қараңыздар. Осындай аппақ сүт сияқты болу керек қой. Міне, аппақ сүт сияқты араластырасыздар. Содан кейін аяғыңызды жарты сағатқа, 30 минутқа ұстайсыздар. Аяқтарыңызды ысқылап, араларын жуып, сондай қолыңызбен жұмыс жасап отырасыздар. Аяғыңызды салып қойып, осылай 30 минут асықпай, яғни осы уақытта аяғыңыздың бүткіл сырқырауыңызды, ауруыңызды, ісігіңізді әбден басады, сорып алады өзіне. Және міне тырнақтың арасындағы грибоктардан арыласыздар. Оны сіздер 10 күн жасайсыздар. 10 күн, курс лечения 10 күн, 30 минут ұстайсыздар. Керемет результат енді. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де ем болсын, ауырмаңыздар. Енді әбден осылай 30 минут ұстағаннан кейін аяғымызды осылай орамалға құрғатып сүртіп аламыз. Анық етіп сіздерге көрсетейін. Себебі бұл менің әжемнен қалған, бұл народный ем деп те айтуға болады. Халық емі әжемізден қалған. Және аяғыңызға осылай жылы нәски киіп аласыздар. Әбден 30 минут ұстадық. Сүртіп, аяғыңызға жылы нәски киіп алып, ұйықтап қаласыздар. Бұны жатарда жасаңыздар, міндетті түрде жатарда. Сосын ұйықтап қаласыздар. Аяғыңыз шешпеңіздер. 10 күн курс лечения, дәл осылай мен сияқты қылып жасасаңыздар, дендеріңіз сау болып, керемет бір. Даже бұны бір күннің ішінде сезесіздер. Ұйықтап жатырғанда керемет сезімде болып, таңертең керемет болып тұрасыздар. Ем болсын, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Мен деген жасаған өзімнің авторский тамақтарымен де бөлісемін. Өз білген әжемнен қалған бүкіл халық еммен бөлісемін сіздермен. Ем болсын, сау болыңыздар.